Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үгітіліп тұратын қатпарлы нанның рецептісімен бөлісемін. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің нандарыңызда дәл осындай үгітіліп қатпарлы болып және өте дәмді болып шығады. Видеоны қарамас бұрын каналыма қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп кетсеңіздер өте қуанышты болар едім. Ал ендеше қамырымызды елеп бастаймыз. Ол үшін ұнымызға дәміне қарай тұз саламыз. Аз ғана ас содасын саламыз. Және де дәміне қарай шекер саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Содан соң жылы суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте қатты болмауы қажет, барынша жұмсақтау қылып илеуге тырысыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болып қалды. Жақсылап илеуі қанғанша қолымызбен илейміз жақсылап. Келесі кезекте осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 6 штук шықты осы қамырдан. Дәл осы видеода көрсетілгендей формаға бөліп шығамыз. Және де барлығын осылай бөліп болғаннан соң бетіне пакет жауып, бөлме температурасында 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді осы қамырларымыздың барлығын ұн сеуіп, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Барлық қамырымызды бірден жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы осы видеодағыдай болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың барлығын дәл осылай жайып аламыз. Мен 6 штук қамырдың барлығын жайып дайындап алдым. Енді оның үстіне ерітілген сармайды қолданамыз. Қалаған сармайларыңызды қолданасыздар. Мен станичный деп аталатын сармайды қолдандым. Барлық қамырымыздың ортасына осы видеода көрсетілгендей етіп кертілген сармайымызды жақсылап жағып шығамыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео сіздерге ұнап жатса және де пайдалы болып жатса, лайк басып астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай мен соңғы қамырымызды қойып жатырмын. Бұның да үстіне ертілген сармайымызды жағамыз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай барлық қамырымыздың ортасына сармайымызды жағып болдық. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп нығыздап орап шығамыз. Қамырымыздың тең жартысынан осы видеода көрсетілгендей етіп пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Сонда бізде 2 дана нан шығатын болады. Егер қаласаңыздар барлығын бір орап, бір нан пісірсеңіздер де болады. Бірақ мен 2 дана пісіруді жөн көрдім. Осы видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды жақсылап орап шығамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, тағы да 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан соң нанымызды алып, орташа қалыңдықта жаямыз. Печкімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. 220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар, наныңыз күйіп кетпеуі қажет. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын міндетті түрде жағамыз. Содан соң өз қалауларыңызға қарай нанның бетіне мак, күнжіт сепсеңіздер болады. Мен мак, күнжіт септім, себебі ол нанға ерекше дәм береді. Қаласаңыздар сеппей қойсаңыздар да болады. Енді осы нанымызды қызып тұрған печкеге салып, пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің нанымыз пісіп дайын болды. Қатпарлы болып үгітіліп және де жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар және де рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет достар.